Соның ішінде жылқының аса құрметтеп, қастерлеп, жылқының төрттіліктің тұлпары деп атаған. Бүгінгі біздің іс-шара осы Ботай қонысында ең алғашқы жылқы малын қолға үйретушілердің бірі болғандықтан, бүгінгі біздің іс-шара Ботай қымыз ата-бабасы Айыртау ауданы ауылдарының әртүрлі қымыздарын алып кеп, осы қымыздардың дәмін татып көруді ұсындық. Яғни бұл қазақтың дастарханында қымыздан басқа төрт түліктің, яғни қымыздан басқа шұбат, айран, саумал, қымыран, кейбір жерлерде қымыранды шалап деп атайды. Осы қазақтың дастарханында кездеседі. Бұл жерде біз қымызды, шұбаттың жасалу тәртіптерін айтып кеткіміз келеді. Қымызды биенің ашытылған сүтінен дайындайды, яғни ең алғашқы биенің сүтін қымыздың қоры деп атайды. Кейбір жерлерде қымызға сүрленген жылқының қазысын, жамбас сүйектерін қойып ашытып отырады. Кейін оны күбіге салып пісіп дайындайды. Яғни бір тәулікке тұрған қымыз, яғни ол пісуге дайын болады. Кейін оны сарып болған кезде таза ауа сіңіп, таза ауада оттегі азот сіңіп, ол қымыз дәрумендерге бай болады. Яғни қымызда көптеген витаминдер адамның ағзасына өте пайдалы болып келеді. Қымызға басқа да ешқандай сусын қымызға тең келе алмайды. Келесі шұбат, яғни шұбат ол түйенің сүтінен жасалған сусын. Шұбатта көбінесе В1, В2, С витаминдері және адамның бір тәуліктік массасын қанағаттандыра алады. Шұбат та адамның денсаулығына өте пайдалы, емдік қасиеті бар сусындардың бірі болып келеді. Келесі саумал. Саумал ол жаңадан сауылған биенің сүті. Яғни бұл саумалды көбінесе адамдар бауыр, өт жолдары ауырған кезде, сондай-ақ зиянды ісіктерді алдын алатын емдік сусынның бірі болып табылады. Саумалдың құрамында көбінесе 80-ге жуық биологиялық қоспаларды кездестіруге болады. Яғни саумал кішкентай балаларға, үлкен адамдарға өте пайдалы сусындардың бірі болып табылады. Келесі ол қымыран, қазақтың дастарханында кездесетін сусын, яғни қымыран түйенің сүті мен сиырдың сүті араласқан сусын, немесе айранға су қосып дайындалатын сусынды айтады. Бұл жерде де өте көп дәрумендер, биологиялық қоспалар өте көп кездесетін, адамның ағзасына өте пайдалы сусындардың бірі. Келесі тағы да бір төлдердің сусыны бұл айран болып табылады. Айран, яғни ол адамның ағзасына, асқазан жолдарына өте пайдалы. Кейбір адамдар артық салмақтан айырылғысы келетін болса, бір кесе айран ішсе, ол өзінің көздеген мақсатына жете алады. Айранында өте адамға пайдалы көптеген витаминдерге, дәрумендерге толы сусындардың бірі болып келеді. Осы айтылып өткен сусындардың барлығы қазақтың дастарханында кездестіруге болады. Яғни ата-бабамыз сол заманнан бастап осы шұбатпен, саумалмен, айранның көмегімен өздерінің денсаулықтарын жақсартып, осы витаминдерге толы осы сусындарды пайдаланған.